Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. 6 сынып оқушылары, сендерді 4-ші тоқсанның басталуымен құттықтаймын. 4-ші тоқсанда нәтижелерің өте биік болсын. Жақсы нәтижелерге жетіп, білімдеріңді арттыра беріңдер. Бүгінгі информатика сабағымыздан 4-ші тоқсанымызда міне жаңа бөлімді бастағалы отырмыз. Мәтіндік құжатпен жұмыс. Яғни біз немен жұмыс жасаймыз? Мәтіндік редактор мен жұмыс жасаймыз. Алдағы уақытта ол қандай мәтіндік редактор екенін айтатын боламын. Ал бүгінгі тақырыбымыз сілтемелер. Бұл кітапта 136 және 138 беттерде берілген. Сендерде Арман ПВ баспасының информатика пәніне арналған кітабы бар. Міне мәтіндік құжатпен жұмыс, міне сілтемелер тақырыбы 136 беттен 138 бетке дейін осы тақырып қамтылған. Кітаптарынан осы тақырып бойынша оқысаңдар болады. Сонымен ары қарай бүгінгі сабағымыздың мақсаты сілтемелерді ұйымдастыру, мәтіндік құжаттарды безендіру, сілтемелер бөлімдегі басқару элементтерінің тобын құрастыру. Біз қандай мәтіндік құжатпен жұмыс жасаймыз, соны ең алдымен анықтап алайық. Бұл әрине біздің Microsoft Word. Microsoft Word бұл кеңінен таралған мәтіндік құжат және ішіндегі мүмкіндіктері өте көп. Соның бірі сілтемелермен жұмыс жасау. Қазір бірден Microsoft Word-ты ашып көрсетейін сендерге. Міне мынау Microsoft Word-тың терезесі. Бұл жерде мәзірлерден тұрады, мәзір жолдарынан және элементтер топтарынан тұрады. Бөлімдері, яғни әр мәзірдің өзінің бөлімі бар. Соның ішінде бізде Microsoft Word-та ссылки деген, яғни сілтемелер деген бөлім бар. Біздің осы 4-ші тоқсанда өтетініміз осы сілтемелер, кеңінен осыны өтеміз және тағы да 1-2 қосымша бөлімдерінен өтетін боламыз. Бізге сілтемелерінен танысу бұл реферат, баяндама, басқа да мысалы өздерінің жобаларыңды құрастырған кезде соның ішінде мына рефераттарда білесіңдер мазмұны болады, әрқайсының тақырыптары болады, соңында қолданылған әдебиет болады. Солардың әрқайсына өзара біз сілтемелерді беру керекпіз. Өйткені сілтемені бермей біз кейде авторлық құқықтарды бұзып та жатамыз. Сондықтан сілтемелер тақырыбымен сендерді жақыннан танысуға, жақсылап оқып алуға шақырамын. Ал сонымен сілтеме мәзірінің ішінде міне 6 бөліміміз бар. Біріншісі оглавление, яғни мазмұн, сноски, яғни бұл түсіндірмелер бөлімі. Одан кейін ссылки и списки литературы, яғни сілтемелер және әдебиеттер тізімі бөлімі. Название, атаулар бөлімі. Кейін предметный указатель, таблица ссылок деген осындай 6 бөлімнен тұрады. Бұлардың әрқайсына теориялық түрде кітаптарында сипаттама беріп кеткен. Мен мына жерде сендерге практикалық түрде олар қалай жүзеге асады, қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсетемін. Алдымен оглавление бөлімі, яғни мазмұндау бөлімі. Біз мен Абайдың 75 жылдығына байланысты Абай туралы реферат жасауды дұрыс көрдім. Осы рефератта кіріспе, 1-ші бөлім, 2-ші бөлім және қорытынды бөлім болады міндетті түрде. Осының мазмұнын жасау керекпін. Олар бір-бірімен сілтемемен байланысқан түрде мазмұн жасау үшін мен әрбір заголовканы, яғни тақырыпты, мына жерде стили дегеннің ішінен кіріспені заголовок 1 стиліне ауыстырамын, өмірбаяны заголовок 2-ге ауыстырамын, шығармалары бөлімінде 2-ге ауыстырамын, заголовок 2-ге, 3-ші бөлімде заголовок 2-ге ауыстырамын. Ал қорытындыны мен кіріспе сияқты бұны заголовок 1-ге ауыстырамын. Егер сендерге мына түстері немесе мынау үлкендігі ұнамаса, сендер өздерің қалағандарынша өзгерте аласыңдар. Мысалы 14 шрифтімен қойғым келеді мен.
осылай өзгертіп шыға аласыңдар. Бұл текстік болғандықтан тексттерге біз өзгерістер енгізе аламыз, иә. Ал енді стилін өзгертіп шыққаннан кейін жаңағы ссылки мәзіріне кіріп, оглавленияға бассақ, мына жерде бізге түрлі-түрлісін шығарып береді. Оглавление мен біріншісін таңдаймын. Автособираемое оглавление первый. Міне маған оглавление деп кіріспе өмірбаяны шығармалары барлығын маған рет-ретімен, және мына жерде сендер беттерін дұрыс қою керек боласыңдар. Беттерімен дұрыстап тексеріп шығыңдар. Сол бетке түсті ма, түскен жоқ па. Оглавление дегенді біз қазақша мазмұны деп ауыстырамыз. Сонымен бізде мазмұндау бөлімі түсінікті, барлығымызға. Одан ары қарай бізде сноски, яғни түсіндірмелер бөлімі. Бұл жерде өзі аты айтып тұрғандай, кейбір мәтіндердің ішінде кейбір терминдеріміз болсын, ескі сөздер болсын, көнерген сөздер барлығына түсініксіз болып жатады. Барлығына бірдей түсінікті болуы мүмкін емес ол. Мысалы, осының ішінде мен мына бір сөзді қарастырайын. Реформатор сөзі. Бұны біреу түсінсе, біреу түсінбейді. Бұл сөздің мен төмен жағынан түсініктемесін жазғым келеді. Өйткені оқыған адамдар түсінбей қалған жағдайда төмендегіге түсініктемесін жасаймыз. Ол үшін біз сондай сөзді белгілейміз. Одан кейін вставить сноску батырмасын басамыз. Міне көріп тұрғандарындай, осы беттің төменгі жағына 1 және сол сөздің төменгі жағына 1 деген сан түсті. Ал енді былай жазамыз. Реформатор сөзінің түсініктемесі, яғни ол өзгеріс енгізуші деген мағынаны білдіреді. Осындай сөздерді біз осылай белгілеп шығамыз. Мысалы, мен қара сөздері дегенді белгілеп, бұның не үшін, қандай бұл қара сөздер деген нені білдіреді екенін жазғым келеді. Абайдың еңбегі деп жазып қоямын. Қара сөздер деген не екені біреу түсініп, біреу түсінбесе, астынан қарайды да, бұл Абайдың еңбегі екен, кітап екен деп бірден оға қояды. Осылай сноскиді осылай жасаймыз. Түсінікті ма? Мына жердегі цифраны өшіріп тастасам, 2 цифрасын алып тастасам, төменде де екінші бізде түсініктеме сноскамыз өшіп кетеді. Келесі, мен мына жерде атауларды таныстырғым келіп отыр сендермен. Бұл жерде өзі название, яғни бұл бөлім. Әртүрлі бізде суреттер, таблицалар немесе формулалар, математикадан реферат жасасаңдар, сондай элементтер қосасыңдар рефераттарына. Сол кезде әрбір сендер қосқан элементтің иллюстрация дейді негізі бұл ғылыми түрде. Иллюстрациялардың номерлері және атаулары болу керек. Мысалы, мынау бірінші сурет. Бұдан кейін екінші сурет. Бұларды белгілеп қою керек, шатасып кетпеу үшін. Мен оны қалай белгілеймін? Вставить название батырмасын басамын. Бізде фигура 1 деп тұр. Мен бұны өзгерте аламын. Маған сурет деген сөз керек. Создать батырмасына басып, сурет деп жазамын. Одан кейін міне сурет 1 деген шығады. Сурет 1 мен рисунктың, яғни суретіміздің арасында нүкте болу үшін мен нүктемен бастаймын. Сосын одан кейін бізге алдымен суреттің атауын копировать етіп алайық. Осын бізге суреттің атауы суреттен кейін түсу керек. Осы жерге меңзерді қойып аламын. Ставить названиеға басамын. Сурет 1 нүктені қоямын. Копировать етіп алған суреттің атауын қоямын да, окейді басамын. Міне мына жерге түсті. Біз бұны по центру қылып ереже бойынша турлап қоямыз. Ал мынаны өшіп тастауға болады. Келесі суретке дәл осылай қойғымыз келсе,
міне осы суреттің астына түсу керек. Суреттің астына меңзерді түсіріп аламыз да қайтадан ссылки, название, ставить название. Міне бізге автоматты түрде сурет 2 деп шығып тұрады. Бұған мен Абай деп қоямын атауына. Окей, міне сурет 2 Абай деп шықты. Бұл бізге жұмысымызды өте жеңілдетеді. Әрқайсы суретті біз есептеп жүруіміздің қажеті жоқ болады. Сонымен название ссылкасындағы бөлім түсінікті деп ойлаймын. Одан кейін бізде ссылки и списки литературы бөліммен танысайық. Бұл жерде қандай ссылка қоя аламыз, сілтемелер қоя аламыз. Өз аты айтып тұрғандай, сілтеме және әдебиеттер тізімі. Әрбір жұмыстан кейін әдебиеттер тізімі болу керек. Сендер әдебиеттер тізімін қоймасаңдар жұмыстарыңа, бұл ұрлық деп есептеледі. Былай айтқанда, алдағы уақытта бізде плагиат деген тақырып бар. Сол бойынша осы туралы өтетін боламыз. Плагиат жасауға болмайды. Бұл заң түрінде қудаланады. Сол үшін біз міндетті түрде қолданған әдебиеттер тізімін жазу керекпіз. Ол үшін мен ставить ссылку батырмасын басамын. Добавить новый источникті басамын. Бізге тип источника кітап ол. Қандай кітап? Мына бірінші бойынша міне авторларын жаз деп тұр. Мен мына жерден бір кітапты алайын. Авторлары мысалы есім Ғ. Осы кітапты біз пайдаланған болсақ, есім Ғ қойдық. Одан кейін кітаптың атауы, название деген жерге қоямыз. Солтүстік Қазақстан дегенді біз город дегенге қоямыз. 2006 жылы шыққан. Год дегенге оны қоямыз. Издательство жазылмапты. Сосын осылай міне окей батырмасын басамыз. Біз бір литература, яғни қолданылған әдебиет жасадық. Бізде тек қана көрдіңдер ме, қысқаша түрде шықты. Бұны толық түрде шығу үшін управление список литературы дегеннің ішінен біз керекті өзімізге қажетті мынаның ішінен формасын таңдаймыз. Маған мына біріншісі керек. Мына список литературы барлығы толығымен шықты. Мынау мен сендерге дейін жазған бірінші литературам сақталып қалған. Ол автоматты түрде шығып тұр. Сол үшін ал екінші жазғанымыз міне тұр. Список литературы дегенді біз қолданылған әдебиеттер деп өзгертеміз. Осымен балалар, біз бүгін оглавление, сноски, ссылки, списки, название бөлімдермен таныстық. Алдағы уақытта қажет болып жатқан жағдайда предметный указатель және таблица ссылок бөлімдермен танысатын боламыз. Бізде негізгі осы 4 бөлім, сондықтан бүгін осы 4 бөліммен таныстық. Ал қалғанына 2 бөлімнің түсіндірмелері кітаптарында берілген. Сол жерден оқып түсініп алсаңдар болады. Тақырып түсінікті болса, үй тапсырмасы, міне тақырыпты бекіту, бүгінгі орындап сендердің жіберетін тапсырмаларың мұнда жазылған. Төменгі мынау кітаптан алынған тапсырма, кітаптарыңнан қарап жазсаңдар болады. Осы тапсырманы дәптерлеріңе орындайсыңдар. Яғни бұл мына кестені толтырасыңдар. Элементтер тобы нешеу еді бізде? 6. Әр элемент тобын жазасыңдар, яғни жаңағы оглавление, мазмұндау, яғни атаулар деген сияқты 6 бөлімді жазып шығасыңдар. Одан кейін әрқайсының қызметтерін міне жазып шығасыңдар. Мен бұл тапсырманы бүгін сағат кешкі 6:00-ге дейін күтемін. Тапсырманы орындап, фотоға түсіріп, WhatsApp-та маған жіберіңдер. Сол бойынша мен 100% барлық оқушыларды белгілейтін боламын.
Ал үй тапсырмасын сендерге күнделіктеріңде үй тапсырмасы бөлімінен қарайсыңдар. Кері байланысты үй тапсырмасы бойынша күнделік кезекте қалдырасыңдар. Сонымен оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.